Тіл? Тіл? Тіл кімге керек? Жастар аман, дендері сау болса болды емес пе? Қазақ баласы өз тілін, әдет ғұрып салт дәстүрін, ата бабаларының тарихын білу керек. Егер де біз ұлт болып қалғымыз келсе, тілімізді, қарнымызды қалай ойласақ, тілімізді де тағдырын солай ойлауымыз керек. Сен, омбы әскери генерал-губернаторы, генерал Тройскийдің жарлығымен қамауға алындың. Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта адамы құрымай, жоғалмайды. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тілі. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Өз ұлтына басқа жұртты қосамын дегендер әуелі сол жұрттың тілін аздыруға тырысады. Саңғытып мырза, сіз осыны түсінсеңіз